Сәлем баршаңызға. Бүгін жөтелге қарсы апа-әжелерімізден келе жатқан рецептпен таныстыратын боламын. Бұл рецепті балаларыңызға берсеңіздер, балаларыңыздың жөтелі бірден қояды. Ол үшін бізге пияз қажет. Пиязды майдалап, жақсылап турап аламыз. Содан соң ыдысымызға салып, оған бал салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң қақпағын жауып, 7-8 сағатқа қойып қоямыз. 7-8 сағат өткен соң осындай су пайда болады. Балаларға шай қасықпен азанда түсте кешке береміз. Алла шипасын берсін, ауырмаңыздар.